Достар, қазір біз сізбен осындай керемет салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 6 келі қызанақ, 1 келі пияз, 1 келі сәбіз, 1 келі тәтті бұрыш қажет болады. Сәбізімізді ірі үккіштен өткіземіз, қалған көкөністерімізді жолақ тәрізді алып тураймыз. Туралған пияз, бұрыш, сәбізімізді бір кең ыдысқа саламыз. 600 грамм сұйық майымызды қосып, баяу отқа қоямыз. Достар, салатымның рецепті ұнаса, лайк басуды аямаңыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Әлсін араластырып отырып, баяу отта 25 минут бұқтырамыз көкөністерімізді. Енді туралған қызанақтарымызды қосамыз да, тағы 10 минут қайнатамыз. Көкөнісіміз қайнап жатқан кезде алдын ала күрішті әбден жуып, ыстық суға бұқтырып дайындап қоямыз. Араластырамыз да, күрішпен бірге тағы 20 минут қайнатамыз. Мінекей достар, 20 минут өтті. Енді 80 грамм ас тұзы мен 350 грамм қантты қосамыз да, әбден араластырып 10 минуттай тағы қайнатамыз да, алдын ала дайындалған қайнатылған банкілерге салып, жауып тастаймыз.